Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісің, келін кеңейген тынысың. Қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Гүлнар Ешбайқызы дайындаған «Қызым саған айтам» хабары. Қазақ халқының ақиық ақыны Жұбан Молдағалиев өмірлік жары София Мәлік қызына үйленіп, отбасын құрағанын мына жыр жолдарына қосқан екен. Таныстықта үйлендік біз. Үйеде, күйеде жоқ күйдедік біз. Жұпыны сен ұяңғыз, мен майдангер. Тұрмысты кімнен қашан үйреніп біз. Бар түгіл, жоққа риза тұра бердік. Болмады сынық ожау, мұра дерлік. Сүйген біз, сүйеміз деп антсу ішпей, бұл тіпті болмаса да сірә дерлік. Дүниеде өзің екен деген мықтым. Ықпасам махаббаттан неден ықтым. Не ғалым, не қайраткер болмасаң да, әйелдің даналығын сенен ұқтым. Міне осылай Жұбан аға мен София апай екеуінің қарапайым өмір жолы басталған екен. Соғыстан кейінгі жүдеу кезең болатын деп бастады София апай әңгімесін. Жұбан аға майданнан қайтып, шешесі Зеріпті осында Алматыға емдетуге әкелгенде танысыпты. Келін болуға жарайды деген көп қыздарды сынақтан өткізіп отырған Жұбан ағаның анасы Зеріп, София апаны алғаш көргенде-ақ ұнатып, осы қызды аласың деп шешіпті. Сағынғали Сейітов деген Жұбанның жолдасы, әскерде бірге болған жерлесі айтады, мына Жұбанның келешегі бар, осы кісіге тұрмысқа шықсаң, оның жалғыз мамасы, оның мамасының жағдайын бәрін жасасаң, бәрі дұрыс болады. Сөйтіп соны айтады. Енді онда киноға да ешқайда бармаймыз. Сол 1-2 күн солай көшеде жүрдік, жаңағы Сағынғалидың үгітіменен. Басқа ештеңе жоқ. Сосын енді мына Жұбанмен танысқасын өзім ойлаймын, мына кісіге барайын мен. Бұл көрнекті, капитан, формамен отырады. Әп-әдемі сондай. Енді әйтеуір тағдыр ғой. Ол да мені ұнатқан болар, ұнатпаса онда айтады ғой, жоқ алмайым деп. Сонымен не керек, солай жаңа Сағынғали жүр ортамызда, бір жұманың ішінде танысып, сол үйде кішкене немізді жасап, сонымен Жұбанға шықтым. Қалада өскен София апайдың ауыл тіршілігіне үйренуі оңай болған жоқ. Елге барғанда мен енді қазақша сөйлей алмаймын. Елге келгесін орамал тартқызып маған мамам енді. Келген кісілерге сәлем жасатты. Ал бәріне сәлем беретімін, айтыр, ұшып түргелесінде сәлем бересің келген кісіге. Ұшып түргелесінде сәлем бересің. Сол кезде бұлайынша қаланың киімі, қазақша киім кигенім жоқ. Жаз болса да онда аяғыма кигізді, сосын басыма орамал тартқызды. Солай жүрдім. Енді қолымызда, мамамның қолында малы болатын. Енді туысқандарының бір баласы Жұбан әскерге кеткенде, сол бала мамамның қолында қалған екен. Сол бала екеуміз жаңағы сиыр сауамыз. Сол бір қазанға шайды да қайнатады, асты да пісіреді, бауырсағын да пісіреді. Маған ол бәрі өңгөрінді. Бір қазан, оған мен өте қиналдым енді, қалай бұл? Олар қи дейтін, сосын тезек дегенде кішкене экономить етеді. Сосын қиды саласын, жаңа суды ысытып қайнатып, самарға құйып аласың да, жаңа қиларды салғасын, содан кейін барып басқа тамақ саласын, жаңа бауырсағыңды пісіресің. Сонда мамам айтатын марқұм, мына енді қонаққа сақтаған тамақтарды ол қонаққа, ал келін о жерде қазан жаласа да тояды деп айтатын. Енді соның бәрі айтыр қолымызға жұққан жоқ қой. Бәрін атқардық. О кісінің айтқаны маған заң. Ал енді осы Алматыда әлі кетпей тұрғанда, сосын мен мамам айтам ғой, маман жерде біреу Молдағалиевтар қайда тұрады деп айтты. О кісі былай теріс қарап нетіп қалды, басым төмен. Атамның атын атап қойыппын, дұрыс емес екен. Мен ол кісіні бірден мама дедім. Мамамның маған қойған талаптарының бәрін орындадым. Себебі менің жас кезімде жалғыз ұлдың, жалғыз баланың анасының сезімін, мінезін түсінуге сабыр, ақыл берген Құдайға мың тәуба деймін.
алғашқы кезде бастан талай қызық өтті ғой. Елде біздер жазға дейін тұрдық. Жазда жұбан енді өзі кетіп, жазғы тұрым май айларында кеткен болар. Осында жұмысқа тұрды, сосын біздерді көшіріп алды. Ал енді оған дейін сол ауылдық жерде енді тезек теру керек болды. Әлгі тары түйеміз. Сосын оларда ұн жоқ, онда қол терменге бір аяқ ұн тартамыз күнде. Келесі келетін кісілерге нан пісіру үшін. Ал ол термендегі ызылдағанда қалғып кетесің. Ерте тұрамыз, кеш жатасың. Сондықтан термен тартқанда қалғиды. Ай дегенде селк ете қалып, қайтадан термен тарта бересің. Бірден үйреніп кеттіңіз бе ауылдың тірлігіне? Бірден үйрендім. Енді әрине шелекпен суды тасыдым. О жердің желін ұнатпайтын. Желге қарсы келе жатқанда екі шелегің артқа қарай кетеді. Өзің алға қарай. Солардың бәрі маған қиын көрінді. Сосын о жердегі сулар тұщы құдық, ащы судың құдығы болатын. Енді тұщы судың құдығын кәдімгі кілтеп қояды. Мысалы, жеке меншік үйінің қасында болса, онда құдықты кілттейді, біреу алып кетпесін деп. Енді менің шашым онда ұзын, сондай қалың өзі. Жаңағы екі шелек суды мен басыма жұмсаймын. Сонда марқұм мамам айтты, бұл немене бір басқа екі шелек суды жұмсап. Біздер бисмиллахи-рахмани-рахим бір құман суменен суға түсетінбіз деп. Мен не айтайын енді, ештеңе үндемейсің, әйтеуір өз шаруаңды істей бересің, болды. Сосын енді қазанға ет салғанда енді басқа абысындар, көршілер келеді ғой, оларға салғызбай, София жуып салсын деп. Жас шаш, қылшық, соның бәрін тазалап, уақыт алған сүйектердің бәрін тазалап, сөйтіп салып. Осы ауылда есіңізде қалған қызықты бір оқиғаны айтып беріңізші. Сиыр сауғанда шелекке аяғын тығып алмасын деп айтатын. Бір күні сиыр аяғын тарс етіп тықты да алды. Сосын жаңа қайным айтам ғой, не қыламыз? Ол айтады, жарайды, мамам айтпай-ақ қояйық. Онда сепараторға, машинаға сүтті тартқызып, құяды шайға. Сөйтіп тұрғанда мамам шайды аузына апара бергенде, немене, сиыр аяғын тығып алды ма? Жоқ, тыққан жоқ деп, екеуміз екі жақ. Неге өтірік айтасыңдар деп, біздерге ренжіді, ұрысып, неге өтірік айтасыңдар? Тығып алса, тығып алды демейсіңдер. Біздер қорыққаннан енді өзімізше баяғы білмес, неге өтірік айтық? Сонда шынын айтсақ өлтірмейді ғой енді. Зер папа сізді жақсы көрді ме? Әрине мені жақсы көрді, бірақ енді өзінше, мысалы мына туған балаларды, ол үйіңнен туып алып келген бала жоқ, баланың бәрі менікі дейтін. Оларды енді мен мысалы үшін правам жоқ, оларды әлгі сүйуге, құшақтауға, жа болмаса әлгі тентек болса бірдеңе айтуға, ұрысуға, менің ондайға правам жоқ болады. Өзі ұрысады, өзі қояды. Дәрігерге әрине мен апарам. Сонда енді дәрігерге апарғанда сүйіп құшақтаймын ғой. Сосын келгеннен әсіресе үлкен ұлымыз айтады. Немене мына Софияның иісі шығып кетті ғой десе, жоқ, ол мені сүйген жоқ, ол мені құшақтаған жоқ. Сонда енді мен рұқсат жоқ, сүймеймін, құшақтамаймын. Үсті бастарын күтесің, тамағын бересің, басқаға праваң жоқ. Жүрегіңіз езіліп тұратын шығар? Әрине езіліп тұрады, енді сүйгім келіп тұрады ғой. Бірақ енді солай мамамның айтқанына бәріне көндік. Ойлаймын енді жұбан енді жалғыз мамасы ғой енді. Жұбан мені құрметтейді, сыйлайды. Ал енді мен сол мамасын мен де құрметтедім барымша. Әйел үйдегі ырысың, ұл айбарлы қылышың, қыз күздегі өрісің, келін кеңейген тынысың. Мен мамамды өте жақсы күттім. Өзімде ол кісіден көп нәрселер үйрендім. Мен өте шыдамдылық көрсеттім. Нағыз келін болдым деп айта аламын. Біздерден елден көп адамдар келетін. Студент балалар, аурулар, солардың бәріне мен еш уақытта ренжімейтінмін. Әйтеуір келген адамды күтемін, барлық жағдайларын туғызамын. Мысалы, жұбан бір жақтан бірдеңе әкелетін болса, онда мамам екеумізге аяқ киім болса бір түсті болу керек. Мысалы, менікі бөлек болса, онда мамам ренжиді. Сондайлар болатын. Енді елден Алматыға келдік қой. Мамамның елдегі киген киімдерінің бәрін мен оған кигіздіргенім жоқ. Мұнда кәдімгі ательеге жақсы көйлектер, костюм, сондайлардың бәрін тіккізіп, туфли киетіне қалаша киіндірдім мен. Қалаша ол кісі киінеді. Оның бәрін ұнатады. Оған мен кимеймін, керек жоқ деп айтқан жоқ. Әдемі, солай жақсы, өзі әппақ, былай көрнекті адам болады. Киімді сондай келісетін. Кәдімгідей қалаша
киіндірдім. Өзіңіз жақсы көрдіңіз бе енеңізді? Жақсы көрдім, бірақ та қонаққа барғанда да тек осы менен басқаны өзі де ұнатпайды. Сонда менің пісірген тамағымды ғана жақсы көретін. Ақшаны мамам өзі ұстады. Мысалы, жұбан зарплатасына келеді, мамама береді. Мамам ұстайды, маған береді. Ал енді мал бірдеңе сойғанда, ол кісінің әрине маған үйреткені, мысалы, мына малдың мүшелерін, сосын малды қалай бұзу керек екен, балтасыз, қолменен. Ал үлкен мал болсын, қой болсын, соның бәрін әрине мен мамамнан үйрендім. Біздерде 4 бала. 4 баладан қазір 8 немере, 2 шөбере. Немерелерден 2 үйленді, 2 келін бар. Келіндеріңіздің қандай қасиетін өзіңіз жақсы көресіз? Әрқайсысына тән. Неге звондамайсың, апакаға звонда? Ол кезде жұбан жоқ қой енді. Мені бәрі апака дейді. Енді мамам әлгі мені балаларға бәріне атымды ататқызды ғой. Сондықтан олар мама демегесін, апака деп, сонымен апака болып кеттім мен. Ал жұбан да мен апака дейді, балаларым да апака дейді. Біз жұбан екеуміз сүйеміз деп айтпай, көзбен, көңілмен ұғысқан жандар едік. Үйленгенімізге 18 жыл толғанда жұбан ағаң маған өзінің сүйетіні туралы хат жүзінде мойындат дейді София апай. Апака, жаным менің София, сенің қалауың бойынша Моңғол Халық Республикасының астанасы Ұлан Батырдан өмірімдегі ең алғашқы хатымды жазып отырмын. Мен саған сүйемін деп айтпаппын. Таныстық та бір жетінің ішінде үйлендік емес пе? Сені маған жолықтырған тағдырыма ризамын. Сенің маған деген махаббатыңды мақтан тұтамын. Бірақ сен де сүйемін деп айтқан жоқсың ғой. Ал нағыз махаббат іспен дәлелдену керек. Сен мен үшін қандай қымбат екеніңді түсінгеніңе ризамын. Менің алға қойған ең үлкен мақсатым сенімен және балаларыммен бірге бақытты өмір сүру. Осы мақсатпен мен өмір сүріп жатырмын. Біз екеуміз бақыттымыз деп ойлаймын. Біз бір-бірімізді үнсіз түсінеміз. Балаларымыз жақсы өсіп келеді. Міне, 18 жылдан кейін мен саған сүйемін деп хат жазып отырмын. Сірә қартаяйын деген болуым керек. Жаным, өзіңді күт. Сен маған өте қажетсің. Сені және балаларымды сүйдім. Сенің жұбаның. Дүниенің нұр шашқан таңы қаныдай, бар баламды баулыдым бағыбандай. Әр баламды аймалап жаным қалмай, бізді сүйдің ұнатып ару ана. Ана деген көп болмас бір ағадан, қоштасарда туғанда жыл арада. Көздің жасын сәби жоқ боламаған, әлдиледім жұбатып ару ана. Ару анам сен менің, ару анам, өмір берген біздерге киер анам. Мәңгі шексіз анасың, сүйеді адам, ана алдында өр басын иеді адам. Ару ана бір өзің, киер анам. Әуе толқынында өз өмірінің беттерінен сыр ақтарған, қазақ келіндерінің эталоны болған ақиық ақын Жұбан Молдағалиевтің жары София Мәлікқызы. Хабарды әнмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабарды дайындаған Гүлнар Ешбайқызы, мәтінін оқығандар Серік Сейтман және Айжан Жұмабекқызы.